Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін асқабақ қосылған манты даярлайтын боламыз. Дәмі керемет, қамыры жып-жұмсақ, ауызда еритін сочный болып шығады. Бізге керек заттар: пияз, асқабақ, картоп және фарш қажет. Асқабақты алдын ала төртбұрыш тығып турап алдым. Одан кейін бір дана картопты да дәл солай төртбұрыш тығып турап, асқабақтың ыдысына саламыз. Одан кейінгі пиязды да төртбұрыш тығып турап, асқабақ және картоп қосылған ыдыстың үстіне пиязды қосамыз. Пияздың сөлін шығарып және пиязды өлтіру үшін тұзды қосамыз татымына қарай. Одан кейін бұрышты қосып, пиязды жақсылап езіп аламыз, яғни мұжғылап аламыз. Одан кейін картоп, асқабақ, фарш барлығын бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің мантымыздың ішіне салатын салмамыз дайын болды. Ал енді қамырын даярлаймыз. Қамырын даярлау үшін бізге бір шар кесе су, тұз және ұн қажет. Алдымен суды ыдысымызға құйып, татымына қарай тұзды және мөлшеріне қарай ұнды салып, тым қатты, тым жұмсақ емес, орташа деңгейде қамырды илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін июі қану үшін бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Июі қанған қамырды ыңғайлы өзімізге жаюға ыңғайлы болатындай етіп, 2 бөлікке бөліп, зуала жасап, оны да 2-3 минутқа июін қандырып қойып қоямыз. Июі қанған қамырды біртіндеп алып жая бастаймыз. Яғни июі қанған қамыр бізде тез әрі оңай жайылады және қамырын біз өте жұқа қылып жаямыз. Сол кезде біздің мантымыз керемет болып шығады. Қамырды жайып болғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін тағы да төртбұрыштағы бөлікке бөліп, ішіне салмасын салып, мантыны түйе бастаймыз. Әрі қарайда дәл осылай етіп кесілген қамырларды төртбұрышты турап аламыз да, үстіне салмасын салып, екі жағынан біріктіріп, мантыны түйе бастаймыз. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп түйесіздер, немесе әркім өзінің ыңғайлылығына қарай роза немесе басқаша күйінде түйелеріне болады. Осымен біздің мантымыз дайын болды. Яғни қайнап тұрған суға 40-45 минутта пісіріп аламыз, яғни буға піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, Айкони Фудқа тіркеліңіздер. Ас болсын.